жыл мезгілі? Көктемнің қай айы? Тамаша. Ендеше бүгін Наурыздың 14-і екен. Яғни адамдардың бір-біріне жылылық сыйлайтын күн екен. Сондықтан көңілімізді көтеріп алу үшін бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтып, қауышып, бір-бірімізбен құшақтасып, амандасып алайық. Жақсы, өте тамаша. Ендеше қазір сабағымызды орындарына отырмас бұрын, сендер сол жақтарына қарасаңдар, қоржын бар. Қоржынның жанында оюлар тұр. Әр оюдың қай түсті таңдайсың, сол түсті таңда, сол түстегі киіз үйдің тобына барып отыратын боласыңдар. Сол кәдімгі таңдай қойыңдар өздері. Ендеше қазір сендер мына осындай киіз үйлерді топқа бөліп, бірінші ауыл бізде Сөйлем би ауылы болады, Қазыбек би ауылы болады, және Айтеке би ауылы болады екенсіңдер. 3 топқа бөлінді. Мен оны бекер сендерге алып тұрған жоқпын. Өйткені бізде Наурыз айы тәуелсіздік пен отаншылдық айы. Біздің сабағымыздың құндылығы тәуелсіздік пен отаншылдық болғандықтан мен сабағымды 3 бидің шешендік сөзінен бастағым келіп тұр. Бірінші Төле бидің сөзі. Мүслим оқып жүрші, тыңдармыз. Уа халқым, сөз қадірім білесің, жаңбыр жаумаса жер жетім, басшы болмаса ер жетім, мақпас қайтқан сөз жетім, атың жақсы болса ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы. Тамаша айтылған сөз екен, я? Екінші Қазыбек бидің сөзін маған Елжар. Аты жаманның арман кетер, бала жаманның дәрмені кетер. Алтын ұя отан қымбат, құт береке атан қымбат, аймалайтын анан қымбат, мейірімді апан қымбат, асқар тауыр әкем қымбат, кіндік кешке жерім қымбат, ұят пенен ар қымбат. Тамаша. Үшінші бізде Айтеке би не депті? Бай болсаң халқына пайдан тисін, батыр болсаң жауыңнан найзан тисін. Тамаша. Мінекей осындай бабаларымыздың айтқан өсиет сөздерін құлағымызға құйып, әрқашанда біздің тәуелсіздігіміздің туын аспанға құлатпай желбіретіп, отанымызды сүйетін патриот ер намысты жігіт пен ұлдар болып өсулерімен. Сабағымыз бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың бөлімі салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Тақырыбы дара және күрделі зат есім екен. Бүгін сабақта біз нені оқып білетін боламыз? Дара және күрделі зат есімді анықтайтын боламыз, және зат есімдерді салыстырамыз. Олардың дара немесе күрделі зат есімді екендігін ажыратып үйренетін боламыз. Енді біз үйге берілген тапсырмадан бастайық. Үйге қандай тапсырма беріледі? Домбыраны сипаттап беру. Тамаша. Домбыраны сипаттап беруге берген болатын бізде үйреніп жатыр. Яғни домбыраны сипаттап және домбыра туралы бір кішкене мәтін жазып келу керек болған, құрастырып келу керек болған. Ендеше барлығымыз дәптерімізді түгел оқымай қояйық. Дәптерімізді ашамыз. Мен қарап шығайын. Біреуіне қазір оқытайық. Үй тапсырмасын ашамыз. Жақсы. Түгел. Жақсы. Барымызге дәптер. Өте тамаша. Үй тапсырмасын түгел орындағанбыз. Енді Айлин бізге айтып жүрші, қане домбыраны сипаттап және оған кішкене мәтін құрастырып келу керек болған. Бізде Айлин қалай құрастырды екен? Домбыра ағаштан жасалған көп пернелі музыка аспап. Домбыра 2 немесе 3 шектен тұрады. Домбыра тиегінсіз керемет дыбыс ешқашан шықпайды. Себебі ол басты рөл атқарады. Оның үні қоңыр жіңішке ащы дауысты шығарады.
Тамаша. Барлығымызда осыған ұқсас мәтін жазып бердік па? Иә. Жақсы. Ендеше мен сендерді бүгінгі бағалау парағы бойынша мен сендерді ат жарысы әдісіменен бағалайтын боламын, иә? Үйге тапсырмадан дескриптор бойынша бізде домбыраны сипаттап келу керек болған, және мәтін жазып беру керек болған. Сондықтан 2 балл беремін, яғни түгел орындағандықта мен барлықтарыңды да 2 балға алдыға жылжытамын. Жақсы. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Өткен сабақты еске түсірейік. Яғни өткен сабақта біз не өттік, не білдік, ол тақырыптарды сабақтарды еске түсіру үшін біз қан талапай ойыны бар. Қан талапай әдісі бойынша қазір асықты алып, артындағы сұрақты оқимыз. Сол сұраққа жауап беретін боламыз, иә? Жақсы, енді кім шығады тақтаға? Және бір мезгіл, Мери. Бұлай қарап оқиды. Қандай сұрақ? Жалпы есім деп нені айтамыз? Жалпы есім мен басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп атаймыз. Жалпы есімдер әр уақытта кіші әрпен басталып жазылады. Мысалы, кітап, бесік, әр. Тамаша. Келесі екінші топтан қаны Айлин. Жылдам шығамыз. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымша, сөздің мағынасын өзгертетін қосымша жұрнақ. Жұрнақ деп аталған екен. Тамаша. Келесі үшінші топтан Толғанай. Кім, сұрақ деген Кім деген сұраққа мысал келтірейік. Кім деген сұраққа мысал? Кім аға, кім ата, кім ана, кім папа. Папа дейміз ба? Әке дейміз, Кім аға. Жақсы, тамаша. Ары қарай қоямыз. Келесі де Ахмаржан бара ғой. Сұрақ оқимыз. Көптік жалғаулардың атына Тамаша. Келесі Нұрас. Ана қарсы сөздерге мысал келтір. Қара ақ, жылы ұштық, арзан қымбат. Тамаша, жақсы. Келесі Алихан. Жылдамдап шығамыз, тездетіп. Жалпы есім деп нені атаймыз? Жалқы есім деп нені атаймыз? Кісінің аты жөні жер суаттары жануарларға қойылған атауларды жалқы есім деп атаймыз. Жалқы есім әр уақытта үлкен әріппен басталып жазылады. Мысалы, Әсел, Раушан, Алматы, Шығанақ. Өте тамаша. Келесі тағы да бізден кім? Мүслим. Тез. Түбі сөз дегеніміз не? Түбі сөз дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігін түбі немесе түбі сөз дейміз. Мысалы, дәптер, жол, спорт, палуан. Тамаша. Ары қарай. Диана. Диананы өткізеді. Жылдамдатып аламыз.
талдайсың? Футболшы сөздің сөз құрамына талдаймыз. Футбол. Тыныш айтыңыз. Қандай сөз? Футбол. Футбол түбір, жалғау. Футболшы. Жалғау болады ма, балалар? Жұрнақ болады екен, жақсы. Футбол ойын, футболшы, футбол ойнайтын адамды айтамыз. Көрдің ба? Bir заттан екінші затқа мағынасы өзгеріп кетсе, ол бізде жұрнақ болады екен. Келесіге. Асылай шыға ғой. Сөзбен сөзді байланыстыратын тым қосымша. Ол жалғау. Тамаша. Келесі. Кім шығады? Онда тез кім шыққан жоқ? Санжар, шықпағанда шығамыз. Дәрігер, ана, әке, мұғалім. Бұлай қараймыз, балаларға қарап оқимыз. Дәрігер, ана, әке, мұғалім сөздерді қандай сөздерді жауап береді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Әке. Әке, ана, әже. Сол сөздер қандай сұраққа жауап береді? Айттыңыз. Кім, кімдер, нелер? Жоқ, кім деген сұраққа жауап береді? Шатасып қалды, иә? Тек қана кім деген сұраққа жауап береді екен. Біз көпше түрлі айтып тұрған жоқпыз. Келесі тағда кім? Ғалижан, кім шықпады тағда? Мен шықпадым. Қазір сені де шығарамыз. Тез болыңдар. Дәптерде сөзіңіз жұрнақ қой, сұрақ қой. Сұрақ қой. Дәптер сөзіне сұрақ қояды. Не, дұрысын жаққа келеміз. Келесі Елжан. Зат есімі дегеніміз не? Зат есімі дегеніміз. Атын білдіретін сөздерді зат есімі дейміз. Зат есімі сұрақтары. Кім, кімдер, нелер? Деген сұраққа жауап береді. Тамаша. Кім шыққан жоқ? Еркек шығамыз тез. Кім шыққан жоқ? Құс деген сөзге сұрақ қой дейді. Құс. Не, дұрыс айтасың, бар. Мына сурет, ненің суреті? Иттің суреті екен, иә? Енді тыныш қана тыңдап отырамыз бірінші. Мынау ненің суреті екен? Мұрын. Яғни бір сөз. Мынау ит деген сөз, мынау мұрын деген сөз. Ал енді екеуін біз бұлар қосатын болса, қандай сөз шығады? Ит мұрын деген сөз шығады екен. Яғни ит мұрын. Енді біз мына ит деген дара бір сөзден ғана. Мұрын деген дара бір сөзден ғана. Осы екі сөздің қосарлануы емес, бірігуі арқылы біз ит мұрын деген сөз шығардық. Яғни бұл ит мұрын бізде некен? Күрделі зат есім болады. Бізде зат есім, мынау күрделі зат есім. Біз айттық, дара және күрделі зат есім туралы өтеміз деп. Яғни ит мұрын бұл өсімдік. Енді ары қарай қараңыз. Түйенің суреті екен, және құстың суреті. Жеге түйе бір ғана сөзден тұр, құс бір ғана сөзден тұр, екеуін қоссақ түйе, құс деген сөз шығар. Яғни бұл бізде күрделі зат есім болады. Мыналы дара зат есімдер, не деген сұраққа жауап береді? Не түйе, не құс, осы дара. Бір ғана сөзден тұрса, ол дара зат есім деп атанады. Осы екі сөзден біз күрделі зат есім жасадық. Түйе, құс. Түйе, құсты білеміз барлығымыз, иә? Ары қарай. Енді өздерің артқа қойыңыз.
ойында. Мен сурет. Тас. Енді бірден білем қойдық, я? Өте жақсы. Яғни, дара зат есім, тас. Дара зат есім, бақа, не? Бақа. Енді екі сөзді қосып, екі сөзді біріктіріп, біз тас, бақа деген сөз шықты. Көрдіңдер ма? Бұл бізде қандай сөз болады? Күрделі. Жоқ, тас, бақа дегеніміз екі сөздің бірігуінен жасалса, ол қандай сөз болады? Күрделі. Мен жаңа айтып жатыр, басынан айтып жатыр, не? Жақсы. Ендеше бұл күрделі зат есім шығарды, екі сөздің бірігуінен. Енді қараңдар. Дара зат есімдер. Және күрделі зат есімдер. Енді қараңдар. Дара зат есімдер бір ғана сөзден тұрады. Яғни, не дейміз? Кітап, дәптер, қалам, гүл, адам, өнер, құс, қайық, тамақ, нан, жеміс, жүзім, құс, аң дейтін болса, осының бәрі не деген сұраққа жауап береді? Зат есім сұрағына жауап береді. Және бұл жеке өзі бір дара зат есім болды. Ал енді осы сөздердің бірігуінен, мысалы, күрделі зат есімдер шығады. Мысалы, күрделі зат есімдерге қандай сөздер жатады? Кәсіпорын, бір қазан, үлгі өнеге. Бұл жерде кәсіпорын деген екі сөздің бірігуінен жасалынып тұр. Бір қазанда екі сөздің бірігуінен жасалынып тұр. Және үлгі өнеге дегеніміз бұл сөздердің қосарлану арқылы жасалынып тұр. Сызықша арқылы, қосарлану арқылы да күрделі зат есім жасалынады екен. Темір жол, шекара, қамбар ата, тасбақа, атана, кемпір қосақ, ақ сақал, ас қабақ, жаңа айтқандай ит, мұрын, боз торғай, ала көл, күн бағыз, темір жол, ары қарай аққу, ақ деген және қу деген сөздің бірігуінен жасалынып келген. Ары қарай жеті қарақшы. Жеті қарақшы не білеміз ба? Жеті және қарақшы. Жеті қарақшы дегеніміз не ол бізде? Жұлдыз. Дұрыс айтады. Жеті қарақшы деген екі сөздің бірігуінен жасалынды. Жол, барыс. Барыс не ол? Аң, дұрыс айтасың. Көл, бақа. Қандай сөзден жасалынды? Көл және бақа сөзінен бірігуінен жасалынды. Көл, бақа. Ақ төбе. Ақ және төбе сөзін бірігуінен жасалынып тұр. Туған жер дегеніміз қолда бізде күрделі зат есімде жатады. Бірақ ол бөлек жазылады. Туған жер деп ол бөлек жазылады. Ол сөздердің тіркесуінен жасалынатын күрделі зат есімдер. Енді сендерге балалар түсінікті болған болса, енді қараңдаршы, маған ережені айтып беріңдерші, қалай дара есім ережесі сонымен қандай болып шықты? Дара есімдер неден тұрады екен? Жоқ. Қанша неше сөзден тұрады екен? Неше сөзден тұрады? Бір сөзден тұрады, отыр. Ары қарай, ал күрделі зат есім неше сөзден? Міне, екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Яғни ережесі сендерде зат есім дара және күрделі болады екен. Зат есім мағынасына қарай дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден тұрады, мысалға кітап, бесік деп алса, ал күрделі зат есімде екі не одан да көп сөздердің бірігуінен жасалынатын сөз екен. Бұлар жаңағы тасбақа, атама, кемпір қосақ деген сияқты сөздерден тұрады. Ендеше балалар сендерге түсінікті болған болса, қазір біз осыған байланысты не істейміз? Жаттығумен жұмыс істейтін боламыз. Ендеше кітаптарымызды ашайық. Кітабымыздың 61-ші бетін ашыңдар. 61-ші беттен дәптерімізді аламыз.
жаттығумен жұмыс істеп көрейік. Бұл жерде қазір Санжар, сен оқып бер. Капиталы болсындар, ашылмашы дедім ғой жаңа. 60 дара және күрделі зат есім. 62-ші бетті ашыңдаршы, 62-ші бетті ашыңдаршы. Оқу-оқыдай жұмыс істейміз қазір. Осы 62-ші беттегі 60-ші жаттығуды Санжар оқимыз. Орнымыздан тұрамыз, кітапты қолға алып оқимыз. Дауыстап оқы. Таптың ба? 62-ші беттегі. Иә, дейін. 60-ші жаттығу. Дауыстап. Менің сүйегім, осы қара киемін, ұнатпаймын, әлсіз де қара түске иемін. Енді осы жерде, басқаны айтпаңыз, осы жерде саған Санжар айтып тұр. Қарамен берілген сөз қандай екен? Қандай сөз? Ойсыл қара. Ойсыл қара. Енді маған айтшы, қандай сөздерден құралып та бұл дара зат есім ба, жоқ күрделі зат есім ба? Дара зат. Дара зат есім ба? Күрделі зат есім. Қайдан білдің күрделі зат есім екенін? Қайдан білдің? Кім жауап береді? Ода ойсыл деген сөз ғой, қара деген сөз. Екі сөзден бірігіп ойсыл қара деген сөз шығып тұр екен. Оқуын жақсы оқып бердің Санжар, бірақ та біздер сұраққа дұрыс жауап бермедік. Сондықтан бір ғана балл беретін боламыз саған. Енді ары қарай дәптермен жұмыс істейік. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі күнде сөйлемейміз. Жазудың керегі жоқ маған қазір. Бұрынғы жазулардың керек емес, қазір қараңдар, тақтаға қараңдардағы жазамыз. Үндемейміз. Көркем жазуда Д әріпін көркем әдемілеп жазамыз. Жазы болса, біз 61-ші жаттығуды бәріміз қарай. 61-ші жаттығуға қараңдар. Асылай оқып жүрші, 61-ші жаттығуда не деп тұр екен? Болдық, бәріміз кітапқа қараймыз 61-ші жаттығуға. Не тапсырмасы? Көп? Нүктердің орнына керекті көшіріп жазады екенбіз. Одан кейін көп нүктенің орнына керек сөздерді қойып өлеңді көшіріп жазады екенбіз. Және өлеңнен күрделі зат есімді табамыз дейді. Ендеше жылдамдатып, кәнеки 61-ші жаттығуды жазайық. Бірінші сөйлемді маған кім тақтаған жазып береді екен? Бірінші сөйлем тақтаған жазып береді. Бірінші сөйлем не дейді?
Qo'yning atasini kim deb ataymiz? Cho'pon aka. Tamam, Cho'pon aka. Жақсы. Енді осы жерден Маржан күрделі записінде тауып жүрміз. Күрделі записі. Қандай қайсы? Асты сіз керек, иә? Шоқан, ата. Қандай сөздерде жазып тұр? Қандай сөздерде бірігіп айтып тұр? Шоқан және ата. Жақсы, Айрин, келесі сөйлемге барамыз. Жылқы атасы. Жылқы. Бастап кеткен. Жылқы. Атасы кім? Жылқының атасын не деп атаймыз? Қамбар ата дейді. Саманан көп жатыр. Осылай аяғымызға. Боламыз. Тездетіп, көркемдетіп, әдемілеп жазады. Енді осы сөйлемнен күрделі записін табамыз. Жақсы. Қандай сөздерден біріп жасаған тұр? Қамбар. Тамаша. Келесі сөйлемді жазады бізге тақтаға. Аяжан. Аяжан шауыр. Жылдамдатып. Қандай сөз оқимыз? Ешкі атасы. Не екен ешкі атасы? Шиші ата. Шиші ата екен. Жақсы. Жылдамдап жаз. Не істейміз? Сөйлемнен нені табамыз? Нені табамыз деді? Күрделі. Қайсысы күрделі заты? Шекшек. Жақсы. Шекшек, ата. Жақсы. Төртіншісін асылай. Әдемі беріп жазамыз. Үлкенірек қылып жаз. Түйе атасы кім асылай? Ойсылқара. Тамаша. Жылдамдап. Болғанымыз бұна. Жақсы болса. Тамаша. Енді нені табамыз? Дұрыс айтасың. Қайсысын күрделі запис? Дұрыс айтасың. Яғни қандай сөздерден тұр? Қандай сөздердің бірігуінен тұр? Қара деген сөздің бірігуінен жасалынып тұр еді. Болдық қой барлығымыз, иә?
basımızda ko'taramiz bo'lsa, жылдамдатыңдар. Nasılaydı? Bağalap koyay. Bo'ldi. Ayaqlarimiz жақсы. Дәптерді жабайып, балалар енді сендер шаршадыңдар ма? Кішкене серігіп алайық, иә, серігіп тұрсады. Екі қарындаштан алып дайындаңдар. Hazır sendерге мен топтағы жұмыс беремін. Кішкене кітаптарымды мына сөздерден, суреттен жұмыс істеу. Яғни суреттерден сендер дара сөздерден дара зат есімнен күрделі зат есімдерді құрастырасыңдар. Яғни жаңағында құрастырамыз. Мен көрсеттім ғой, жаңа бірінші, иә? Дара зат есімдер. Екінші сендерге бұлай істейміз. Дара және күрделі зат есімдер берілген сол сөздерді топтастырып, желімдеріңді дайындап алыңдар. Сендер бер қарай келіп кішкен қолдарың жетпесе бер шығып келіңдер. Мына әр сөзді оқып, әр сөзден дара сөздерден сендер дара сөздерді бір бөлек мына жаққа жапсырамыз. Күрделі зат есімдерді мына күрделі зат есімнің кестесіне жапсыратын боласыңдар. Сөйлемейміз, айқайламамыз. Арқара үшінші топ сөз жұмбақ. Сендерге сөз жұмбақты шешу және соны толтыру керек. Күрделі және сөз жұмбақты құрастыру керек. Арқарай күрделі зат есімдерді тауып жазу керек сөз жұмбаққа. Kendi жұмысымызды бастаймыз.
Köldeniyemden birinchi. Asta ko'rib Жақсы, ендеше қанеки шаңырақ. Топтық жұмысты аяқтасақ, қанеки бәріміз қолымызды көтерейікші. Қай топ бітірді? Жақсы, бәрімізде дайын екенбіз. Ендеше бірінші топтан бастайық. Бірінші топтан суреттерден күрделі зат есімді құрастыру керек болған, иә? Қаны қорғайып. Бірінші. Қандай сөздерден күрделі зат есімді жасады? Отырамыз. Мири. Айтшы. Мири. Айтшы басына. Қалай? Итпен мұрынды қостым. Не шықты сөйлесе? Ит мұрын шықты. Ары қарай. Көрсетсе өзі. Түйемен құсты қосқанда түйе құстайын күрделі зат ашты. Жақсы. Ары қарай. Тағы да үшінші қандай суреттер құрастыр? Мынау не? Жарас? Жоқ. Тамаша. Жарасың. Жетімен қарақшыны қостым. Жеті қарақшы қойды. Күрделі зат есім жеті қарақшы шықты. Дұрыс, бірінші топтың тапсырмасы дұрыс екен. Екінші топтың тапсырмасы күрделі зат есім және дара зат есімдер теріп кестеге орналастыру керек болған. Дара зат есімді Айжан оқып жер. Әрген мектеп үй ана Тыңдаймыз. Адам түлкі нан сырғар үйші домбыра би қасқыр ойын жеміс сандық өсімдік асқабақ. Енді қайсысында қате бар? Қай сөзде қате кетіп тұр? Қате бар ма жоқ па? Асқабақ дейді. Асқабақ дара зат есім болады ма? Күрделі зат есім. Енді өзің біліп тұрсың, неге күрделіге жапсырмадыңдар оны? Бір қате жіберіп алдық. Ал күрделі зат есімді оқып жер. Алақұр қамбарата темір жол тастақап бойсыл қара қойда ана жеті қарақшы ит мұрын. Ары қарай Айген оқып жер. Желтоқсан зеңгі баба қаламды қазан ит мұрын кемпір қосақ кәсіп бұрын аққу. Үлгі өнеге дейді. Жақсы, тамаша. Тапсырмаларын дұрыс, бір қате ғана жіберіп алдым, иә? Үшінші қатар. Қанеки, үшінші топ. Сендерге сөз жұмбақ құрастыру керек және күрделі зат есім табу керек болған. Сөз жұмбақты. Әлихан оқы. Ақсақал, асқабақ, ақботан. Жақсы. Үшінші топта тапсырмаларын жақсы орындап шыққан екен. Үш топқа да мен 2 балдан беремін. Біріншісі ол дегеніміз суретпен құрастырды және күрделі зат есім таптық. Екінші топ дара зат есімді, күрделі зат есімді ажыратып кестеге орнатты. Үшінші топ бізде сөз жұмбақ құрастырды және күрделі зат есімдерді жазды. Яғни барымызға да мен 2 балдан беремін. Яғни жақсы. Енді арқа бойынша қазір мына жерде зергерлік бұйымдар тұр. Яғни сырға, сақина, білезік деген. Осының артына жазылған сөздерді оқып, дара және күрделі зат есімді екендігін тауып, әрқайсысын өз сандығына орналастыратын боламыз, өз сандығына салатын боламыз. Қанеки кім шығады? Бәріміз де шетімізден шығара берейін, иә мен? Аяқжан, кесіл жылдам. Ой, Мири. Тез-тез. Мириден кейін Айлин шыға береміз. Тез-тез оқып, қандай сөз? Жақсы. Ит мұрын. Дара зат есім ба? Дұрыс емес дейді. Қанеки күрделі зат есім. Күрделі зат есім екен. Тамаша. Аға. Бір қазан. Қандай? Күрделі зат есім келесі.
Tez al. Qasqir. Aha. Dara zat esimmi, kurdelimi? Kurdelimi. O qasqir deydi. Dara zat esimli. Ahir olgana dursa aytar. O dara zat esimli. Жақсы, тартын шыған жоқ. Асыл сен шықтың ба? Шыға ғой, шығамыз. Түгел, шығамыз. Ал қандамыз, қандай сөз? Ала көл. Әрине. Ата. Тамаша. Тартын. Ала ғой. Шықма сен? Ал. Асқабақ дейді. Қайсында? Асқабақ. Жақсы, салаға күрделі зат. Балалар үйге тапсырма 62-ші жаттығуды үйге алатын боламыз. Жаңылтпашты көшіріп жазып, күрделі зат есімдерді табасыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Жоқ әлде жақсы түсіндің ба, әлде түсінбедің ба? Мына жерде бізде білім қоржыны ілініп тұр. Қазір сендерде міндерде асық берілген, осы асықтардың егерде жақсы түсіндім деген жасыл түс, өте жақсы түсіндеген жасыл, жақсы түсіндім сарыға, әлі де іздену керек дегендерін осы асықтарды әр қоржынға бөліп салып керіп байланыс жасап беріңдер. Қанекей, бірінші, топ бірінші шығайықшы. Бір-бір кедергісімай. Тез-тез қолдағы. Қозғалыңдар, тез-тез. Жақсы. Екінші топ. Жақсы, көбін жақсы түсіндік деп түсіндік. Енді түсіндік бүгінгі сабақта не туралы өттік, Айыржан? Не туралы өттік? Дара және күрделі зат есім. Дара зат есімдер қандай сөздерін жасалды? Немесе көп сөздер. Дара зат есім ба? Бір сөзден құралады екен, ал енді күрделі зат есімдер? Екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Құралады. Жақсы. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осыменен аяқталды.